жастық бар. Қарбыз. Осы жастықты мойныңа қоямын сенің, иә? Ыңғайлы болу үшін. Кел. Кел. Ыңғайлы ма? Жақсы. Енді менде мынандай әдемі нәрсе бар. Бұның атауы білесің ба? Түс ұстауыш. Орысша айтқанда ловец снов дейді. Бұл арнайы жасалынған, қолдан жасалынған, иә. Мынау да сондай түс ұстауыш. Өте әдемі. Бұл білесің ба? Сен ұйықтағанда сені қорғайды. Саған жаман, қорқынышты түстер кірмеу үшін. Я, бұл сондай қорғаныш. Бұны ұйықтағанда сол жататын бөлмеге іліп қойсаң, кейін сен өзің байқайсың, тез ұйықтайтын боласың, ұйқың қанатын болады. Я, жаман түстер көрмейтін боласың. Мен саған ұйықтау үшін ертегі айтып беремін. Мынаны саған іліп қояйын жаныңа, иә. Менде мынадай бар тағы. Үкі дейді ғой. Осымен қазір сен былай бетіңді, мойныңды былай сипалаймын, иә. Тез ұйықтау үшін. Былай. Ертегі былай. Баяғыда шал мен кемпір болды. Сөйтіп олардың балдары болмады. Сөйтіп бір күні шал айтады кемпірге: кемпір, қарным ашты, бауырсақ пісірші.
Көшемеш саған өлең айтып беремін деп сөйтіп түлкі айтады екен. Жарайды, бірақ сен менің мұрныма тұрып айтшы өлеңіңді, өйткені мен құлағым өте жаман естиді деп. Сөйтіп бауырсақ ойлайды, жарайды, мұрнына тұрып өлеңін енді бастатса, мен атамнан қашып кеттім, мен апамнан қашып кеттім деп. Сол кезде түлкі алады да бауырсақты жеп қояды екен. Ұйықта, 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 ұйықта. Саған жаман түстер кірмес, тек жақсы түстер кірсін. Ұйықта, ұйықта. Ұйықта, ұйықта. Ұйықта, ұйықта. Тек жақсы түстер кірсін, тек қана жақсы түстер кірсін. Мен қазір 20-ға дейін санаймын, кейін қарай сол кезде сен ұйықтайсың. 20, 19, 18, 17,